Депутат Қазақстандағы жұмысшылардың кейбір санаттарының жалақысын көтеруді ұсынды. Мәжіліс депутаты Ерболат Сатыбалдин мұрағат ісінің аянышты жағдайына тоқталды. Ол депутаттық сауалында мұрағат ісінің қордаланған мәселелеріне тоқталды. Мұрағаттар әртүрлі басқармалар арасында бөлінген және бір тұтас жүйе ретінде жұмыс істей алмайды. Бір облыста мәдениет басқармасына, екінші облыста цифрландыру басқармасына, үшіншісі ақпараттандыру басқармасына бағынады. Бұл салаға немқұрайлылық пен қаржының аздығынан мамандар жетіспейді, ал жұмыс сапасы көп нәрсені күтпейді, дейді Сатыбалдин мәжілістің жалпы отырысында. Сондай-ақ депутаттың айтуынша әртүрлі меншік құқығы бар мекемелердегі ведомстволық мұрағаттар жүйесі азаматтарға мемлекеттік қызмет көрсету бірыңғай жүйесіне біріктірілмеген. Сондықтан қазақстандықтар ақпарат сияқты қарапайым құжаттарды алу үшін апталап жаяу жүруге мәжбүр. Жалақы немесе жұмыс тәжірибесі туралы. Кейде құжаттар уақытында мұрағатқа өткізілмегендіктен адамдар жұмыс тәжірибесі сияқты деректерге дәлел таба алмайды. Бұл азаматтарға айтарлықтай қиындықтар туғызады, ал қазіргі жағдай бұл қағидаларға қайшы келеді. Мұрағаттарды цифрландыру мәселесі шешілмей отыр. Мұрағаттық құжаттардың көпшілігі қағаз түрінде сақталады. Олардың қауіпсіздігі мен қолжетімділігі жыл сайын нашарлап барады деп қосты мәжілісмен. Сонымен қатар Сатыбалдин мұрағат қызметкерлерінің жалақысының төмендігін мәлімдеді. Жоғарыда айтылғандарға байланысты ол мұрағат жүйесін азаматтарға мемлекеттік қызмет көрсету мемлекеттік корпорациясына біріктіріп, мұрағат қызметкерлерінің жалақысын көтеруді ұсынды. Бұған дейін парламент сенатының депутаты Бибігүл Аққожина халықты әлеуметтік қорғау саласында қызмет ететін ұстаздар мәселесіне назар аударған болатын. Сенатордың айтуынша олар мектептерде әлде қайда аз сабақ алады. Естеріңізге сала кетейік, желтоқсанда мәжіліс депутаты Ажар Сағындықова метеорологтардың лайықты жалақысын қамтамасыз ету, ағымдағы жалақыны 100%-ға көтеру мүмкіндігін қарастыруды сұраған болатын.